Күннің алғашқы сәулелері құрылыс алаңын жарықтандырады. Құрылысшылар Бекжан мен Арман шлемдерін киіп, су жаңа мектеп ғимаратының жобасын талқылап тұр. Арман, бүгін ерекше күн. Біздің міндетіміз балаларға жаңа әдемі мектеп салып беру. Дұрыс айтасың, бірақ құрылысты тек біз ғана жасай алмаймыз. Бізге мықты құралдар мен жақсы команда керек. Ендеше бастайық. Бір кезде құрылыс құралдары да жиналыс жасап сөйлей бастайды. Достар, дайынсыңдар ма? Бүгін менің күнім. Менсіз бұл құрылыс жүрмейді. Мен шегелерді қағып бәрін мықтап бекітемін. Мен құрылыстың басты кейіпкерімін. Мен болмасам еш нәрсе орнынан қозғалмайды. Сен не айтып тұрсың? Сен шегелерді қағасың. Бірақ мен болмасам ештеңе беріп тұрмайды. Шегенің күші уақытша. Менің бұрандаларым құрылымды мықты ұстайды. Ең маңыздысы менмін. Сендерден бұрын мен керекпін. Менсіз еш нәрсе кесілмейді. Қабырғалар мен едендерге қажет ағаштарды мен дайындамасам, құрылыс қалай жүреді? Екеуің де пайдалысыңдар, бірақ мен маңыздысымын. Бірақ ең алдымен мен жұмыс істеймін. Сендер әлі құрылыс алаңына кіріспес бұрын мен жұмысымды бастап қоямын. Топырақты қазып, іргетас орнын дайындайтын менмін. Егер негіз дұрыс болмаса, ғимаратта берік болмайды. Құрметті әріптестер, сендерсіз жұмыс жүрмейді әрине. Бірақ мен болмасам бәрін қисық кетесіңдер. Мен ғимараттың тік және түзу екенін анықтаймын. Егер қабырға қисық тұрса, ескертемін. Демек, менсіз сапалы құрылыс болмайды. Түзу, мықты, сенімді ғимарат тұрғызу менің міндетім. Әрине достар, сендерсіз жұмыс бітпейді. Бірақ менің де өз орным бар. Қабырғаларды тегістеп, құрылысқа соңғы көрініс беретін мен. Тек қаңқа тұрғызу жеткіліксіз. Ғимарат әдемі әрі тегіс болу керек. Сендер қанша мақтансаңдар да, мен болмасам ешбір тақтай орында тұрмас еді. Ей, сендерге қарап тұрсам, бәрің мақтанып кетіпсіңдер. Алғашқы қадамды мен жасаймын. Ағаштарды мен кесемін. Материалдарды да мен дайындаймын. Мен болмасам не істейсіңдер? Қанша мақтансаңдар да, мен болмаса үйлерің қайда тұрады? Ой, сендер мені ұмытып кеттіңдер ме? Қабырғаға, темірге, тіпті бетонға да жол ашатын мен емес пе? Менсіз құрылыс жүрмейді. Жарайды, олай болса, әркім өз бетімен жұмыс істеп көрсін. Көрейік, менсіз не істей аласыңдар? Тоқтаңдар достар, сендер неге ұрсып кеттіңдер? Әрқайсың өз ісің бойынша маңыздысыңдар. Құрылыс бұл ұжымдық еңбек. Егер біреуің жұмыс істемесеңдер, мектепте салынбайды. Әріптестер, Бекжан дұрыс айтады. Бізді біріктіретін күш бірлік. Жалғыз ешқайсымыз ештеңе істей алмаймыз. Дұрыс айтасың. Біз бірлескенде ғана үйіміз мықты, әдемі әрі берік болады. Ендеше барлығымыз бірге жұмысқа кірісейік. Бірлігіміз жарасқан кезде ғана нәтижелі еңбек болады. Осылайша құрылыс құралдары бірігіп жұмыс істей бастайды. Күрек тынбай жұмыс істеп топырақты терең қазады, іргетас орнын дайындайды. Бұранда мен балға күш біріктіріп, бөренелер мен темір бөлшектерді мықтап бекітеді. Ара дәл әрі ұқыпты жұмыс істеп, ағаш тақтайларды қажетті мөлшерлерде кесіп береді. Шпатель өз ісіне кірісіп, қабырғаларды тегістей бастайды. Бірнеше ай өткен соң мектеп ғимараты да дайын болады. Құрылыс құралдары да бір-біріне риза болып, алғысын айтады. Мен енді түсіндім, бірлік болмаса мектепте болмайды. Міне, керемет жұмыс шықты. Барлық құралдар да бізде бірлесе еңбек еттік. Ең бастысы бірлік. Әр құралдың да, әр адамның да өз орны бар. Біз біргеміз, мықтымыз. Барлығымыздың еңбегіміздің арқасында ғимарат тұрғызылды. Арман, біз мақсатымызға жеттік. Мектебімізді ойдағыдай аяқтадық. Бекжан, бұның барлығы ұйымшылдықтың арқасы. Міне достар, бірлік болмай, тірлік болмас. Тек құрылыста ғана емес, бір үйдің баласындай әр ісімізге адалдықпен жұмыла кіріссек, алынбайтын қамал болмайды. Бірлік, татулық және бейбітшілік біздің мызғымас құндылықтарымыз.